2026 жылғы 11-17 маусым аралығында Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент ауылында еркін жол жүру республикалық акциясы ұйымдастырылып отыр. Акция мақсаты шұғыл қызметтер үшін техниканың шақыру орнына кедергісіз өтуін қамтамасыз ету болып табылады. Біздің қызмет күнделікті қызметіміз таңғы 8-ден кешкі 20:00-ге дейін маған қарасты бағыт Түркістан облысы бойынша трассада, республикалық маңызы бар трассада Батыс Қытай, Батыс Европаны айналма Шымкент тас жол, объездной дейді ғой, айналма жол. Сол жерде 0-ші шақырымнан 34-ші шақырымға дейін және Шымкенттен шыға берісте Шымкент Самара тас жолы 17-ші шақырымнан 20-ші шақырымға дейін Ордабасы, Сайрам аудандарына қарасты трассаға күнделікті қызмет атқарамыз. Жол дейді ғой, латын дорога, арка бойынша. Сол бойынша жұмыс істейді. Өзіміздің департамент солмен жұмыс істейді. Нөмір шешкен подложный нөмір дейді, өтірік нөмір таққандармен. Подложный нөмір мысалы тоқталған жағдайда 594-мен әкімшілік хаттама түседі. Адым арест болады, 5 күндік. Алғай сотқа өтетін материал. Кешпей рұқсат жоқ екенін білесіз бе? Иә. Оған тиісті өзіңізге әкімшілік хаттама жазылады, машина айыппұл қабылданады. Қазіргі автокөлік мемлекеттік нөмірді шешіп, арнайы әдейілеп шешіп, штрафқа ақылы жолға түспеу үшін шешіп, салонға салып қойған нөмір.